Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, менің білімге бағыттарыма қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Ал енді арнаға жазылған болсаңыздар, онда сабағымызды бастайық. 6-шы сабақ 24-ші жаттығу. Тақырып пен суретке қарап, өлеңнің мазмұнын болжап, сонан соң өлеңді оқы. Бүркіт. Бүркіт ірі қайратты, сұлу әрі айбатты, көтеріліп тым биік көзбен шолар аймақты. Бүрген жерін жұлады, жүректі әрі қырағы, бүркіт алғыр текті құс, ең мықтысы қыраны. Оқыған өлеңнің сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Өлең сипаттау мәтіні болып тұр, себебі өлеңде бүркіттің мінезін, қасиетін сипаттап тұрғанын көріп тұрмыз. Келесі 25-ші жаттығу. Мәтінді оқып, оны жоғарыдағы мәтін түрімен салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсында нақты, қайсында бейнелі суреттелген. Қыран бейнесі еркіндік белгісі. Ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемдік өркениетке ұмтылу, жету ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Екі мәтінде де қыран бейнесі суреттеліп тұр, дегенмен бірінші мәтінде бейнелі суреттелген, екінші мәтінде нақты суреттелген екен. Назар аударайық. Зат ғылыми мәтінде нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, түрі, адамның қалай пайдаланатыны ескеріледі. 26-шы жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Атам томаламаған бүркітті, мен томағаламағанда кім томағалайды? Жалпы томаға деген сөз бүркіт басына кигізілетін былғары көз қап, бүркітті баптап баулау үшін, оның бала-шағаға, итке, құсқа, қызылға ұмтыла бермеуі үшін және жақындағанды шап беріп бұру қаупінен сақтану үшін томағалайды, яғни бүркіттің басына кигізілетін затты біз томаға деп атайды екенбіз. Келесі 7-ші сабағымыз 27-ші жаттығу. Мәтінді оқып, не туралы екенін анықта. Ат қой дейді. Бұл құстың аты қызғыш. Ол далалы жерде мекендейді. Қызғыштың мойны қара жасылдау, ал арқасы жылтыр. Бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қанаты жалпақ, тұмсығы түсу әрі қысқа болып келеді. Қызғыш жауын құртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді, зиянды шыбын-шіркейлерді жеп, пайда келтіреді. Мәтінге жоспар құрып, мазмұндама жаз. Жалпы мәтінге қызғыш құс деген атау береміз, және де мынандай жоспар құрамыз. Бірінші, қызғыштың мекені, екінші, сыртқы сипаты, үшінші, қызғыштың қорегі. Осы жоспар бойынша мәтінге назар аударып, мазмұндама жазыңыздар. 28-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ, ал ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Оқығандардың сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Оған ат қой. Мәтінге үкі деген атау береміз, және де ол мәтін сипаттау мәтіні болады. Себебі оның сыртқы бейнесі сипатталып, суреттелген екен. Енді мұн жерде 3 жоспар берілген: жыртқыш құс, үкінің түр-түсі, оның пайдасы. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талда. Қай бөлік жазылмаған? Бұл жерде 3-ші бөлік мәтінде үкінің пайдасы туралы сөз етілмейді. Ондай бөлік жоқ. Сондықтан біз ол бөлікті өзіміз қосамыз. Ал енді жыртқыш құс деген бірінші жоспар бойынша, бұл жерде үкінің жыртқыш құс екендігі айтылады. Және де екінші, үкінің түр-түсі. Сондай-ақ бұл жерде үкіні сыртқы бейнесін сипаттайды. Оның көзінің үлкен екені, қауырсындарының жұмсақ екендігі, сондай-ақ басының үлкендігі мәтінде сөз болады. Ал енді оның пайдасы туралы былайша бөлік қосамыз. Үкілер әлсіз және ауру құстарды жойып, олардың генофондын нығайтуға әсер етеді. Сонымен қатар үкі қоқысы керемет органикалық тыңайтқыш. Олар зиянды жануарлардың санын азайту арқылы адамзатқа үлкен пайда келіп, табиғи тепе-теңдікті сақтайды. 29-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Баласын тізіп соңына
Сүңгіп жүріп үйретті, су жұқпайтын тоңына кім біледі? Үйректі, яғни жұмбақтың шешуі үйрек болады екен. 30-шы жаттығу мәтінді оқы. Бір үйрек балапандарымен бірге шұңқырдың жанында жүрген. Үйрек барқылдап, балапандар шыр-шыр етеді. Әсел жүгіріп келіп шұңқырға қараса, ішінде бір балапан жатыр. Арқасымен құлапты. Қалай бұлқынса да тұра алмады. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасы мен балапандарға қарай жүгірді. Мәтіннің өзің қалаған бөлігін көшіріп жаз, оған ат қой. Және де егер біз осы жаттығумен 29-шы жаттығудағы мәтін бойынша мультфильм жасайтын болсақ, қай мәтін мазмұнын бір ғана кадрмен немесе бірнеше кадрмен көрсетер едің? 29-шы жаттығуға қарағанда 30-шы жаттығудағы мәтінде бірнеше кадр көрсетілген. 30-шы жаттығудан бірнеше кадр көрсетер едім. Мынадай кадрлар алуға болады. Үйректің балапандарымен шұңқырдың жанында жүруі, шұңқырға құлаған балапан, Әселдің балапанды құтқаруы және де анасына жүгірген балапанның көрінісін кадр етіп алуға болады. Құрметті оқушылар, осымен біздің 6-шы және 7-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.